Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі шығарылымда үлкен кісілерде көп кездесетін буын аурулары жайлы, сонымен қатар осы буын ауруын табиғи жолмен емдейтін тәсілдерін ұсынамыз. Қазіргі уақытта бұл аурумен үлкен кісілер ғана емес, жас жеткіншектер де ауырады. Себебі жастардың көпшілігі өз денсаулығына қарамай түрлі химикаттарды тұтынуда. Сондықтан ас мәзіріне мән берейік. Мамандар бұл аурудың пайда болуының бірнеше себебін айтады. Буындардағы жемішек майының таусылуы, сүйектері қисық, жарақат салдарынан сынған сүйектері дұрыс бітпегендіктен, ревматологиялық аурулар, остеротроз салдарынан, экологиялық ахуалдың нашарлығынан, жейтін тағам мен ішетін судың сапасыздығынан, қимыл қозғалысының аздығынан, салмақтың көптігінен, буындарға дұрыс салмақ салмау немесе артық салмақ салу сынды түрлі жайттар буын ауруына әкеліп соқтыруы мүмкін. Буын ауырса омыртқаға әсер етеді, ал ол тұтас ағзаның қалыпты жұмысын бұзады. Мамандардың айтуынша, егер науқас емделмесе, бұл дерт мүгедектікке әкеліп соқтыруы мүмкін. Құрметті көрермендер, арнамызда біршама адам тіркелмей көреді екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта асыл қазынамыз қарттардың бойындағы аурулармен күресіп, алдын алу жайлы көптеген видеолар шығады. Лавр жапырағының көмегімен бойыңыздағы тұзды тазалайсыз. Ол үшін 300 мл суға 25-30 дана лавр жапырағын салып, 5 минуттай жақсылап қайнатыңыз. Қайнаған қоспаны термосқа құйып 4 сағат тұндырыңыз. Тұнған қоспаны сүзіп алып, аз-аздан бөліп ішіңіз. Бұл қоспаны жарты күннің ішінде қолданбасаңыз, жарамсыз болып қалады. Сондықтан күндегісін күнде істеп ішкеніңіз жөн. Бұл лавр суын 3 күн осылай ішіп, бір апта үзіліс жасап, қайта емделу курсын бастауыңызға болады. Лавр суы ағзаны шлактан және тұздан тазалайды. Тұздың пайда болуы буын ауруының пайда болуына алып келеді. Сондықтан профилактика ретінде қабылдасаңыз да болады. Тауық шеміршегі коллагенге өте бай. Құрамында буын ауруына қарсы тұратын ақуыз бар. Осы шеміршекті қолданып, буын ауруынан арылыңыз. Бір ас қасық ұнтақталған шеміршекті күнде таңертең жеңіз. Содан соң 1 стакан апельсин шырынын ішіңіз. Тауық шеміршегінен жасалған сорпа буын ауруларына ем. Ол үшін шеміршекті суға салып қайнатыңыз. Қайнап болған сорпаға лавр жапырағын және бұрыш салып, дәмін келтіру үшін кішкене тұз қоссаңыз болады. Бұл сорпаны күніне 1 рет ішіңіз. Тауық табанын ашқарынға жесеңіз де ем болады. Артынша суға лимон қосып ішу керек. Шеміршектен холодец, яғни тоңазытма жасап, 1 апта үзбей жесеңіз, бойыңызға, ағзаңызға керекті минералдар мен дәрумендермен толтыра аласыз. Жұмыртқа қабығының құрамында фтор, марганец, мыс, күкірт, темір және басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Бұл ауруға қарсы тұрады. Сонымен қатар ежелден жұмыртқа қабығы кальций элементіне бай екені дәлелденген. Сондықтан жұмыртқа қабығын жақсылап жуып, қажет болса сабынды сумен жуып, қолыңыздан келгенше ұнтақтап, дайын ұнтақты таңертең өзіңіз жейтін кез келген асқа қосып жесеңіз болады. Асқазанда дұрыс қорытылу үшін мұқият ұнтақтаңыз. Күріш пайдасын бәріміз білеміз. Оған дәлел кәрістердің ұзақ өмір сүруі. Қайнатылған күріш ағзадағы артық тұздан құтылуға таптырмас ем. Ол үшін 2-3 қасық күрішті жақсылап жуып, үстіне 1 стакан су құйып, беті жабық күйінде 1 күнге қойып қойыңыз. Содан соң тура осылай тағы бір күріш салынған суды қойыңыз. 1-ші стакандағы суды ауыстырып, 3-ші күні де дәл осылай қайталаңыз. Енді 1-ші және 2-ші стакандағы суды ауыстырыңыз. Дәл осылай күріш салынған 5 стакан су дайындаңыз. Күріш суын күн сайын ауыстырып тұрыңыз. 5-ші күні 1-ші стакандағы күрішті сумен баяу қайнатыңыз. Дайын болған піскен күрішке ештеңе қоспай, өзін таңертең аш қарынға жеңіз. Жеп болған соң 4 сағаттай су ішпеуге тырысыңыз. Дәл осылай 40 күн бойы қайталаңыз. Жалпы буын ауруларын алдын алу өте оңай. Ол үшін бар болғаны дұрыс тамақтанып жүру керек. Негізі үлкен кісілерде буын ауруларының пайда болуы жас кезінде, студенттік кезде дұрыс тамақтанбағандықтан жылдар бойы жиналып, жас келгенде байқалады. Сондықтан осы видеоны көріп отырған жас жігіттер, қыздар болса, дұрыс тамақтаныңыз. Жеген әрбір тамағыңызға мұқият болыңыз. Қазір неше түрлі денені улайтын химикаттар бар. Ағзаға керекті минералдар мен дәрумендер беріңіз. Және аурудың белгілері байқала бастаса, дереу емделуге тырысыңыз. Асқындырып алмас үшін. Буын ауруларының алғашқы белгілері: тізе саусақ буындары ауырып, ісіне бастайды. Қызарып, қозғалысы қиындай бастайды. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Асыл қазынамыз, ақылшыларымыз, қарттарымыз, ата-әжелеріміз аман болсын, аумин.
осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді қоғамда бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.